Мен сені 3 күн бойы күттім. Адамды осылай қорлауға бола ма? Балалар ойынып кетеді деп, телефон соқтырмайтында өзің. Сондықтан бір парақ қағаз жазып отырмын. Қымбаттым ау, күтудің де, шыдамның да шегі бар ғой, неге келмейсің? Мені ұнатпайтын болсаң, күндіз телефонмен сөйлескенде, оныңды ашып айтсаңшы. Кісіні әуре салсаңға салып қойғаның не? Бүгін тағы да күтемін. Екеуміз әуелге келіскен жерге. Өтінемін, жүздесіп кет. Бүгін сөз жоқ келгейсің, өтіне асыға күтем. Соңғы рет. Бір алапат сезім кіріп кеудеме. Жұлқығанда айта алмадым деп неге? Өмір деген жалғыз сенің үйіңбе, халат тастап далаға шық киінде. Деді маған ыдыс жуып жатқанда, ән естілді көктем кеткен жақтан ба? Дала кезген самал болып кеттім мен. Оралдым ба сол баяғы шақтарға, толқын болып тулап шықтым далаға. Әпке! Әпке! Ермекжан, әпке деген қалай? Мен сенің анаңмын. Жоқ, сен менің анам емессің. Сен менің әпкемсің. Әпкем екенсің. Жоқ, әпке деме, ана де. Ермекжан, бұл біздің анамыз. Енді оның мама де, мама. Болды Қамажан, бұның бәрі өткінші. Ол да есейеді, бәрін түсінетін болады. Мұңаймашы. Қазіргі заманда жұрттың бәрін жоқтайды. Шарт емес. 20-шы ғасыр ғылыми прогрессияның ғана ғасыр емес. Субъективті пікірдің де ғасыры. Демек, әр адамның өз ойы болуы керек. Біреуге ұнамауды мақсат етуде адамды рухани тұйыққа итермей ме? Сен мені дұрыстап түсінбей қалған секілдісің. Біреудің ақылымен жүру, біреудің айт дегенімен жүру, ол адамды ой бостандығынан айырады. Солай де. Ашулануға тұрарлық нәрсе екен. Дегенмен, жақын досымның үйіне алғаш рет келіп отырғандықтан, шаңырақтың шырқын бұзғым келмей отыр. Айта қойшы, жұрттың бәрінен бірдей ұнамауды мақсат еткен адам ғана ой бостандығының иесі атанады ма? Объективті пікір екен. Жоқ. Біздің әрбір құбылысқа деген өз пікіріміз болуы керек. Онсыз біз адам болудан қаламыз. Өз пікірі, өз ойы болмаған адам болашаққа да мақсат қоя алмайды. Демек, ол өз болашақ үшін күресуді білмейді деген сөз. Мен үшін бұл маңызды мәселе емес. Ал сен өзің білесің бе? Білемін. Мен жақсы білемін. Мен өз болашағым үшін күресе аламын. Ал сен сол бақыт дегеннің не екенін білемісің? Оны да білемін. Бақыт деген ол күндегі қуаныш, күндегі сәттілік емес. Бақыт дегеніміз ол азап. Азап. Күлетін нәрсе емес. Сендер қалай ойлайсыңдар? Циолковский, Достоевский, Королев, олардың барлығы тамаша өмір кешті ойлайсыңдар ма? Жоқ. Олардың өмірі азаппен өтті. Олар біз үшін, ғылым үшін күресті. Демек, бақыт деген сол. Дұрыс. Олардың барлығы ұлы жаңалық ашқан. Ал сенші, сен қандай жаңалық ашасың? Мен ешқандай жаңалық ашпаймын. Сенің айтпағың жаңалық ашпайсың, диссертация қорғамайсың. Демек азаптанбайсың. Сөйте тұра өз бақытың үшін күресемін дейсің. Ол қандай бақыт, қандай күрес? Ол өз дегенімізше өмір сүру. Адам болып жаралғалы бері сол үшін күресіп келмей ме? Олар не үшін күресті? Не үшін құрбан болды? Барлығын қарулысы бар, қарусызы бар, соның бәрін жиып теріп келіп, келесі ұрпаққа қалдыру үшін ғана ма? Жоқ, сен қателесесің, Сұлтан. Олай емес. Сол жеңіс атаулының, күрес атаулының жемісі мына бізбіз. Олар біздің бейбітшілігіміз үшін, біздің тыныш ұйқымыз үшін, керек болса, біздің күйбелең тіршілігіміз үшін күресті. Сондықтан да біз қалауымызша өмір сүруге тиіспіз. Тырнақтап жиғанымызды етектеп төгіп алмаймыз ба? Төкпейміз.
Міне, енді үйге де келдік. Енді қоштасатын кез келді. Бірнеше күн бойы жолымды тосқанымда маған арнағаным осы бір-ақ сағат па? Бәлкім тағы да жүре тұрармыз. Жоқ, мен болмасам кішкентайымыз ұйықтамайды. Ал менің әлгі сөзіме сол күйі жауап бермедің ғой. Қабен, ол қиын сияқты. Бір сағатқа қиып кете алмай тұрған інілерімді өмір бақи қалай қиямын? Мен олардың әпкесі емеспін. Анам көз жұмған сәттен бастап мен оларға ана болғанмын. Ал саған үйлену керек. Ал маған інілерім мен сіңіліме тәрбие беру керек. Қамажай, сен уайымшылсың. Қойшы осындай сөздеріңді. Екеуміз үйленген соң кішкентай ермекті қолымызға аламыз. Өз жолын тауып әке кетті. Ана бейшара тауқаны тауысып, арманда ол да кетті. Тағдырдың соққысынан есеңгіреп, еңсесін жиып, көкіректерін қайғы ұмыт бола бастағанда не болсаң бол деп өз жолымен кетсем, олардың күні не болмақ? Жоқ, Қабен, кешір. Сенің бақытына кедергі болғым келмейді. Сенің жолың басқа. Інілерімнің біреуі шығып қалса ұят болар. Таңертең ерте жұмысқа да бару керек. Өмірімде бірінші рет. Балалардың киімі бар, тамағы бар. Тірлік дейтін бастан асып жатыр. Жұмысқа өзіме орналастыра едім ғой. Жоқ, сен мені жұмысқа орналастырсаң, мен саған борышты боламын. Тұрмысқа шықпаймын деп айту да ол кезде қиынға соғып қалады. Мүмкін әлі де ойланарсың. Жоқ,